Құрметті оқушылар, бүгінгі 22-ші сабағымыздың тақырыбы дыбыс және әріп. 13-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Ынтымақ күні. Жалауымда нұрлы күн нұрын шашып тұр бүгін. Паш етеді ол халқымның ынтымағын, бірлігін, ортақ дәстүр ғұрып бай, ынтымағын суытпай, шаңырағын көтерген. 100 түрлі ұлт, 100 уықтай. Шыңға тартса салып жол, қиналмайды талып бел, 100 иыққа сүйенген Қазақстан алып ел. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Өлең мазмұны қай мерекеге сәйкес келеді? Ол мереке қалай аталады? Бұл мереке 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні, яғни ұлттар мерекесі тақырыбында. Қалай ойлайсың, өлең неліктен ынтымақ күні деп аталады? Себебі Қазақстан көп ұлтты мемлекет екендігі және олардың тату-тәтті өмір сүріп жатқаны өлеңде баяндалған. Кестені пайдаланып өлең мазмұнын топта талқыла дейді. Келесі, өлеңдегі ынтымақ, бірлік, паш етеді, ғұрып сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қара. Бұл жердегі бізде ынтымақ дегеніміз татулық, тыныштық деген мағынаны білдіреді. Бірлік дегеніміз татулық, бірге болу деген сөз. Паш етеді, бәріне айтады, жариялайды деген сөз болса, ғұрып деген сөз салт дәстүр деген мағынаны береді екен. Қарамен жазылған сөздердің түбірін тап, түбір сөздің жазылуындағы өзгерістің себебін түсіндіріп көр. Бұл жерде қарамен жазылған сөздердің түбірлері халық, ынтымақ, бірлік деген сөздер. Ал енді не үшін бұл түбір сөзі басқаша және жалғау жалғанған кезде басқаша болады екен? Егерде қ, к дыбыстарынан кейін а, дыбыстары келетін болса, қ дыбысы ғ дыбысына, к дыбысы сәйкесінше г дыбысына өзгеріп кетеді екен, құрметті оқушылар. Яғни бұл жердегі халқымның деген сөз халық болады. Бұл жерде халық, яғни ылыдан кейін ға дыбысы түсіп қалады да, халқымның болып кетеді. Ынтымағын дегенде ынтымақ деген сөзге а деген әріп келсе, қыдан кейін онда ғға өзгеріп ынтымағын болады. Бірлік деген сөз дыбысы келсе, к әрпінен кейін онда к дыбысы түсіп қалып, орнына г дыбысы кеп, бірлігін болып өзгереді екен, құрметті оқушылар. 14-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді көркем жаз. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Бұл күнді халық ерекше қуанышпен тойлайды. Біз өте тату тұрамыз. Соңғы сөйлемдегі сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Бұл жерде соңғы сөйлем біз өте тату тұрамыз деген сөз. Бұл жерде б дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке қысаң езулік болады, з дыбысы дауыссыз ұяң болады. Ө дауысты жуан, т дауыссыз қатаң дыбыс, дауысты және жіңішке езулік болады соның ішінде. Т дыбысы дауыссыз қатаң дыбыс, а дыбысы дауысты және де жуан, ашық болады. Т дыбысы дауыссыз қатаң болса, у дыбысы дауысты және кейде дауыссыз болады. Дауысты болған жағдайда жуан, еріндік дауыстыларына жатады екен. Т дыбысы дауыссыз қатаң, о дыбысы дауысты жуан, еріндік болады. Р дыбысы дауыссыз үнді дыбыс болса, а дыбысы дауысты жуан және де жақтан қатысына қарай ашық болады екен. М дыбысы дауыссыз үнді дыбыс, а дыбысы дауысты жуан, қысаң, еріннің қатысына қарай езулік болады. З дыбысы дауыссыз ұяң дыбыстарға жатады екен. 15-ші жаттығуға назар аударайық. Мақалдардың жалғасын тауып жаз. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Бірлік сөзіндегі дауыссыз дыбыс түрін ажырат. Ырыс алды ынтымақ, бірлік болмай тірлік болмас. Бұл жерде ынтымақ, бірлік бар жерде береке де, жақсы тұрмыс та, татулық та болады деген мағынаны білдіреді. Яғни екі мақалдың да мағынасы бірдей, құрметті оқушылар. Ал енді бірлік сөзіне дыбыстық талдау жасайтын болсақ, б дауыссыз ұяң дыбыс, дыбысы дауысты, жіңішке, жақтан қатысына қарай қысаң, еріннің қатысына қарай езулік болады. Р дыбысы дауыссыз үнді болады, л дыбысы дауыссыз үнді, дыбысы дауысты, жіңішке, жақтан қатысына қарай қысаң, еріннің қатысына қарай езулік болады. К дыбысы дауыссыз қатаң дыбыс.
Шығармашылық үзіліске назар аударайық. Суреттегі тор көзге Ф әрпі бар сөздерді тауып жаз. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құра дейді. Телефон, футбол, фабрика деген 3 сөзді алдық, иә? Енді осыларды қатыстырып сөйлем құрап көрелік. Бірінші, әкем маған туған күніме телефон алып берді. Екінші, Мақсат пен Данияр футболдан жарысқа қатысады. Үшінші, анам фабрикада жұмыс жасайды. Соңғы 17-ші жаттығу, сөздерді тап, олардан сөз жұмбақ құрастырып көр. Бірінші, сөзді құрайтын тілдік бірлік. Дыбыс. Екінші, дыбыстың таңбасы әріп. Қазақ әліпбиіндегі әріп саны 42. Төртінші, кедергісі шығатын дыбыс түрі дауысты дыбыс болады. Енді осылардың сөз жұмбақ құрастырған кезде бізде ортасында ырыс деген сөз шығады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.